Саламатсыңдар ма балалар? Ертегі тыңдауға дайынбыз ба? Олай болса, бүгін сендерге алтын сақа деген ертегін айтып берейін. Ал тыңдайық. Өткен заманда бір бай болыпты. Ол бір перзентке зар болыпты. Зарға жүріп, перзенті болыпты. Бай бір күні жылқысын суара көлге келсе, көлдің ішінде бір қып-қызыл өкпе жүзіп жүр екен. Байдың айдап келген жылқылары көлдегі жүзіп жүрген өкпеден үркіп суға жуымайды. Әлгі жерде бай жылқыларын қанша айдаса да суға жаба алмайды. Сол кезде бай тұрып судағы жүзіп жүрген өкпені құрықпен түртіп көреді. Өкпе суға батып кетеді. Әлден уақыттан соң жалмауыз кемпір болып судан шығады да байдың жағасынан ала кетеді. Бай көзі алақандай болып қорқып кетеді. Бай жалмауыз кемпірге: "Ат басындай ат берейін, қоя бер" дейді. Жалмауыз кемпір жібермейді. "Осы жылқыларымның бәрін берейін, қоя бер" дейді. Кемпір көнбейді. Кемпірден сасып: "Енді не берейін" дейді бай. Сонда кемпір: "Жалғыз балаңды бер" дейді. Бай жалғыз баласын бермек болады. Кемпір байды қоя береді. Кемпір байға: "Балаңды қай жерде жібересің" дейді. Сонда бай: "Ертең көшеміз, сонда баламның алтын сақасын жұртқа тастап кетейін. Сен жұртта сол сақаның жанында отырасың" дейді. Сонымен бай жалмауыз кемпірге уәдесін беріп, жылқыларын айдап кетіп қалады. Ертеңіне көшеді. Жалғыз баласының алтын сақасын ұмыттырып, жұртқа тастап кетеді. Ауыл жаңа қонысқа көшіп барады. Асық ойнайын десе, сақасы жоқ. Бала алтын сақасын жоқтап жылайды. Сонда әкесі: "Кеше көшіп жүргенде жұртта қалыпты. Барып алып келе ғой балам" дейді. Сонда бала бармақшы болады да әкесінен: "Әке, қандай тайға мініп барайын" деп сұрайды. "Жылқышыдан сұрап мін" дейді бай. Жылқышы балаға: "Құрығыңды құлдыратып, жүгеніңді сылдыратып жылқыға бар. Қай тай бетіңе қараса, соны мін" дейді. Бала құрығын құлдыратып, жүгенін сылдыратып жылқыға келсе, шеттегі бір қотыр тай балаға қарай қалады. Бала сол қотыр тайды ұстайды да жүгендейді. Жүгендегенде тайдың қотыры жазылады. Үстіне тоқым салғанда құнан болады, үстіне ер салғанда дөнен болады, айылын тартқанда бесті ат болады. Бала үстіне қарғып мінгенде тұлпар болып, көзді ашып жұмғанша жұртқа жетіп келеді. Жұртқа келсе, алтын сақасы ошақ басындағы тезек түбінде жатыр екен. Сақа жанында бір кемпір отыр екен. Бала кемпірге: "Шеше, анау жатқан сақамды алып берші" дейді. Сонда кемпір: "Шырағым, өзің түсіп ал. Кәріліктен отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын" дейді. Сонда бала: "Мен жастықтан түссем міне алмаймын, мінсем түсе алмаймын" дейді. Сонда баланың тайы сақаның жанына жатады да бала үзеңгіден аяғын суырып сақаны іліп алады. Тай тұра қашады. Жалмауыз кемпір тұра қуады. Бала қаша жөнеледі. Әрі-бері қуып жете алмайтын болған соң кемпір бір тісін жұлып алып, атып жібергенде тайдың бір аяғын жұлып түседі. Тай үш аяғымен қаша жөнеледі, жеткізбейді. Кемпір тағы бір тісін жұлып лақтырғанда тайдың тағы бір аяғы жұлынып түседі. Тай екі аяғымен шауып бара жатады. Жолында бір бәйтерекке кез болады. Тай әлсірейін дейді. Терек жанына бара бергенде бала тайынан секіріп мініп бәйтеректің басына шығып кетеді. Жалмауыз кемпір бәйтеректің түбін кешке дейін қазады. Бір кезде бір қызыл түлкі келеді де кемпірге: "Шеше, шаршаған шығарсың, мен қаза тұрайын" деп, "Сіз ұйықтап алыңыз" дейді. Кемпір жатады. Түлкі тісті суға атады да қазған шұңқырды қайта бітеп өзі кетіп қалады. Кемпір тұра келсе, тісі де жоқ, түлкі де жоқ. Кемпір тағы бір тісін
суырып алып кетпен қылып бәйтеректі қаза береді. Бір уақытта тағы бір түлкі келіп: шеше, кетпеніңді маған бере тұр, сен шаршаған шығарсың, мен қазайын дейді. Сонда жалмауыз кемпір: сен кетпенімді алып қашып кетесің дейді. Сонда түлкі: ол қырдың қызыл түлкісі, мен сайдың ақ түлкісімін. Баяғыда бұл баланың әкесі аң аулап жүргенде мені қуып соға жаздаған болатын. Сондықтан бұл баладан менің кегім бар дейді. Жалмауыз кемпір түлкінің сөзіне сеніп, тағы бір кетпенді түлкіге беріп, өзі ұйқыға кетеді. Түлкі тағы бір кетпенін суға лақтырып жібереді де шұқырды бітеп өзі қашып кетеді. Кемпір тұрса тағы да кетпен де жоқ, түлкі де жоқ. Алда, ойбай-ай, алдаған екен ғой деп тағы бір тісін суырып кетпен қылып бәйтеректің түбін қаза жөнеледі. Сонда кемпір аузын ашса, бірақ тісі қалыпты. Кемпір бәйтеректің түбін қаза құлатуға жақындайды. Бір заманда баланың төбесінен бір топ қарға өтеді де бала қарғаға: ау қарғалар, қанатымен жорғалар, жайлаудағы бес төбетіме хабар айта кет, мені жалмауыз кемпірден арашалап алсын дейді. Сонда қарғалар қарқ етіп ұшып кетеді. Бір мезгілде үйректер төбеден ұшып өтеді. Бала оларға да айтады, олар да үндемей ұшып кете береді. Бір мезгілде қарғаш бәйтеректің төбесінен әрлі-берлі ұшып жүреді де баланың төбесіне келіп қонады. Бала қарлығашқа жылап тұрып бұған да тапсырады. Бұрын бала қыстауындағы ұя салған қарғаштың балапандарына тимей, бұларды жақсылап өсіріп ұшырып жібереді екен. Сондықтан да бала қарғашпен дос екен. Сонымен қарғаш баланың төбеттеріне тапсырған айтып барады. Осындай бәлен жерде бәйтеректің басында бала тұр. Бәйтеректің түбін жалмауыз кемпір қазып жатқанда енді құлатуға таяу тұр деп қарғаш баланың төбеттеріне айтады. Мұны естіген соң төбеттер шапқаннан шауып отырып бәйтерекке келеді. Сол кезде бәйтерек те құлайды. Баланың төбеттері жалмауыз кемпірді талап тастайды. Бала төбеттеріне кезек-кезек мініп, еліне аман сау жетеді. Бала жалмауыздан аман есен сау құтылып келгеніне әке-шешесі қатты қуанып, ел жұртын жиып үлкен той қылады. Бұдан былай неше күндер өткен соң баяғы жалмауыз кемпірдің қызы құлаған бәйтеректің жанына келеді. Келсе шешесінің жүні шығып өліп қалғанын көреді. Кім өлтіргенін білу үшін сол кезде қарап жүрсе иттердің ізі көрінеді. Сонан соң қыз иттердің ізіне түсіп келе жатса, көп жылқыға кез болады. Енді ауыл жақын екенін біліп, ол жүріп келе жатады. Иттердің ізі тұп-тура байдың үйіне алып келеді. Бұл кезде баяғы жалмауыз кемпірдің қызының келгенін біліп, бес төбет жалма-жан тұра ұмтылады. Қыз кемпірде емес, өте күшті екен. Бес төбетке бой бермейді. Сол арада бала садақпен атып, қыздың көзін шығарады. Садақпен екінші атқанда қызды өлтіреді. Сөйтіп жалмауыздан мәңгі құтылады екен.